Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, қарындастар. Менің самолетім отыруы бір 5-10 минутта ғана қалды. 5 минутта қалды. Бәрі очередьқа тұрып жатыр. Сол жалпы мен айтып кетейін дегенім, менің каналымның жалпы мақсаты неде? Мақсаты қазақ тілінде сапалы, қиын тақырыптарды өте жеңіл тілде жеткізетін контент шығару. Сол жолы кез келген үйде отырған ауылдағы 7-8 жастағы балалардан бастап үлкен 40-50 жастағы, мысалы 30-40-50 жастағы өзінің жаңағы мамандығын ауыстырып, жаңа жұмысқа тұрып кететіндей, тұрып кеткісі келетін адамдар барлығы осы контенттерден пайда алатындай жасағым келеді. Сол бастағанымда 1-2 күн болды. Мен деген өзім жайлы айтып өтетін болсам, мен ешқандай жаңағы политех, физмат сияқты мықты оқу орындарын бітірмеген Қазақстанда. Мен Казгуды бітіргем, туризм оқығам, ешқандай вышмат ештеме болмаған бізде. Одан кейін мектепті мен қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттың түлегімін. Екінші, бәріне сәлем ояқтан. Бірақ сол айтайын деген, бізде математика көп болған жоқ, сондықтан бірақ мен осындай үлкен технологияларды қалай алып кете білдім деп ойланып көрдім. Сөйтсем, мен ағылшын тілін меңгергеннен кейін Америкаға 9 жыл бұрын келдім. Сол ағылшын тілін меңгергеннен кейін көптеген контенттер таба бастадым. Ал американдықтар, олар өте күрделі тақырыптарды оп-оңай тілмен, анда барып келдім, мында келдім, мынаны көтересің, мына жаққа қоясың деген сияқты оңай тілмен түсіндіреді. Сондықтан кез келген адам алып кете алатындай. Менің енді өзім карьерамды енді Аллаға шүкір өз орнына қойылды ғой. Енді мен қазір мысалы үлкен компанияларда жұмыс істеп жатырмын. Мысалы Fortune 500 ең мықты 500 компанияларда, Big Four көптеген Big Four деген үлкен төрттік деген дүниежүзіндегі ең үлкен 4 компаниялардың проекттерінде де жұмыс істедім. Енді солардың бәрін жұмыс істеп, енді қазір менің ойымша маған бөлісудің уақыты келді. Сондықтан мен сондай ниетпен мен бастап жатырмын. Және маған көбісі айтып жатыр, неғып сен видеолардың соңында, мен өмірі YouTube ештеме жасамаған, менде Instagram да жоқ. Бұйыртса Instagram'да да бастаймыз. Бірақ маған айтады, неғып соңында айтпайсың, менің каналыма жазыл, менің каналыма, менің видеоларыма коммент жаз, лайк бас деп. Мен ондайлар ұмытып кеттім. Сол ұнап жатса лайк басыңыздар, коммент, көңіл күйлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ұнаса да, ұнамаса да, және сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Мен бүгін сабақ шығарып үлгермейтін шығармын деп ойлаймын, жұмыспен және осы ұшумен. Бірақ 1-2 күнде қайтадан жалғастырамын. Сол жалпы өзімді таныстырып, жалпы мақсатым бәрін таныстырып өтейін деген. Сол жазылыңыздар, сұрақтарыңызды жазыңыздар. Бауырластарым, қандастарым, отандастарым, сіздерге үлкен сәлем. Мен өзім Чикаго қаласында тұрамын. Қазір басқа штатқа ұшып барадым. Чикаго қаласынан көптеген сабақтарымды шығарып отырамын сіздерге. Сау болыңыздар.